Баршаңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін осындай үй жағдайындағы мохито сусынын, яғни лимонадын жасайтын боламыз. Барлық керек заттар астында жазылып тұр, рецепт деген бөлімінде. Қалауыңыз бойынша лимон мен лаймды алып, осылай үстінен кішкене басамыз, сонда соғы жақсы шығатын болады. Екеуін осылай кесіп аламыз. Лимонадқа хош иіспен ерекше дәм беретін осы мята. Мятаны да алып, жуып, тазалап бөліп аламыз. Мұз дайындап қоямыз. Ендігі кезекте барлығын қосып, осындай лимонад жасаймыз. Ең алдымен мята және лимон, лайм барлығын саламыз. Лимонадқа тәтті дәм беретін осы барбадос сиропын алдым. Бұның сапасы өте жоғары және де дәмі де өте жақсы. Әртүрлі дәмдер бар. Егер сироп болмаса, онда қантты ерітсеңіздер болады. Кувшинімізға мұз саламыз және де газдалған сусын құямыз. Газдалған сусынның орнына спрайтпен алмастырсаңыздар да болады. Бұл енді әсемдік үшін, балаларға қызық болсын деп, стаканның жан-жағын лайммен жағып, одан кейін қантқа малып аламыз. Дәмі өте дәмді және керемет сергітетін осындай сусынды үйіңізге жасап көрсеңіз болады. Кафе ресторандардан кем түспейді. Егер рецепт ұнап жатырса, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.